жаңада мал ұстаушылардың ең қатты жолығатындардың бірі сиыр туайын деп жатқан мезгілде үлкен проблемалар бар. Сол себепте сол проблемаларды шешетін кейбір мәселелерді айтамын қазір, соңына дейін тыңдаңдар. Сиыр қора салып жатқан мезгілде мен байқағаным, малшыларда сиыр туатын бөлме жоқ сиыр қораларында. Ол міндетті түрде болу керек. Әшейін былай болса жақсы емес. Міндетті түрде сиырдың туатын бөлмесін жасау керексіңдер. Бөлмесі болу керек. Егер сиырдың бөлмесі болмайтын болса, бұзауға да қиын, сиырға да қиын. Сиыр туатын мезгілде өзінің жағдайын білет, қалай жататын, өзінің ыңғайлы жағына жату керек. Ал байлаулы тұрған сиыр ол өзінің ыңғайына жата алмайды. Ол бір. Екінші, оның бұзауын сиыр туған соң жалау керек. Оның алдына апарған күнде де бұзауды жалағанда ол бұзау тұра бастайды, үстінің бәрі қимылдап, ол тұруға ұмтылады. Тұрғаннан кейін ең бірінші бұзаудың істейтін әрекеті сиырдың желін іздейді. Ол қасындағы сиырларға кетіп қалуы мүмкін. Ал өзінің бөлмесінде болатын болса, ол сиыр өзінің сиырына барады, ол зақымдардан ұзақ болады. Туатын сиырды қатты семіртпеу керек. Қатты семіз болатын болса, жем беріп қатты семіріп жіберсеңдер, ішіндегі баласы өсіп кетеді да, сиыр қиналады. Ал сиыр күйсіз болатын болса, күйсіз болып қалса, нашар болса, дұрыс қаралмаса, онда да сиыр қиналады. Вообще ол туғаннан кейін тұра алмай қалуы мүмкін. Тұра алмаған сиырды тұрғызу, кез келген тұра алмай қалған сиырды тұрғызу қиын. Оның астын жақсылап тұра алмай қалған болса, жақсылап астына саман төсеп тастау керек, жұмсақ қылып. Негізі әрқашан малдың астында қыста жақсы жер жұмсақ болу керек. Жер жұмсақ болатын болса, сиыр малы көп жатса, оның күйі жақсы болады. Ал арық болып туатын болса, оның бұзауы да жақсы болмайды. Одан кейін сауып беретін боласыңдар, оның желін тартып сауып бересіңдер. Және арық малда сүт аз шығады. Одан да сиырдың күйін нормада ұстау керек. Ал туа алмай жатса, енді алғашқы сиырлар, алғашқы туайын деп жатқан мезгілде, ол туа алмай жатса, оны тарту керек болады, бұзауын. Бұзауын қолмен тарта алмайсыңдар, шығып жатқан мезгілде қолмен тарту өте қиын. Оған жалпақ ремен, кішкене жақындат бері қарай. Сөз естіліп жатыр ма? Өзіңді жақында. Жалпақ ременмен жұмсақ. Бұзаудың аяғын байлап, шығып тұрған бұзаудың аяғын байлап. Ешқандай қорықпай тартуға болады. Тартқан мезгілде де күшенеді сиыр. Күшенген мезгілде бірге тарту керек. Күшенбей тұрып тартатын болсаңдар, онда қиналып қаласыңдар. Сосын күшенбей жатса, оны кішкене демалту керек. Ол демалады, сосын өзі күшенеді толғағы келіп. Сол мезгілде бірге күшенген мезгілде бірде тарту керек. Сосын басы мен аяғы шыққан мезгілде, оны тікелей тартуға болмайды. Мынандай тіке тартуға болмайды. Аяғы мен басы шықты, оны төмен қарай тарту керек. Олай былай кету керек. Түсініңіздер ма? Сиыр өзі туған дұрыс. Ол үшін сиырға жағдай жасау керексің. Негізі сиырлар тығылып туылған жақсы көреді. Бәрі оңаша тығылған жақсы көреді. Ол ұялшақ. Олай өзі ашық тумайды. Негізі табиғи ашық жерде туғысы келмейді ол. Тығып тастайды, тығып кетеді бұзаулар. Тығатта жайылымда болса. Ал қыста қорада тұрғандықтан ол ешқайда қаша алмайды. Сол себепті оны бөлек өзінің бөлмесінде оңаша тастаған дұрыс. Оның айналасында өңіреп, бақырып, айқай-шу шығармаған дұрыс. Оңаша болған дұрыс. Асын сабанмен толтырып, оңаша тастап кету керек. Бұл мынандай сиыр негізі өзі тұрып туады, жатып туады. Сол сияқты әйел адамдар негізі мына роддомның жағдай жасалмаған. Әйел өзі бұрын қазақ халқы әйел адамдар туатын мезгілде ол жерлерді қараңғылаған. Өйткені бала қараңғы жерден келе жатыр, ол жарыққа шығады, жарыққа шыққан мезгілде ол шок болуы мүмкін, стресс болуы мүмкін. Сол сияқты малда жарық болмаған дұрыс, қараңғылау жерде болған дұрыс негізінде. Чересчур роддом сияқты прожекторлар қойып туғызбаған дұрыс. Ал бала жаңадан келеді, роддомда прожекторлар тұрады, ол шыққан бала жап-жарық жаққа шыққан мезгілде стресс болады, және керісінше олар жатқызып қояды шалқасынан. Жоғары қарай бала келеді, ол қиналады, өте чересчур табиғатқа қайшы роддомда. Ол жерде сосын әйелдерді кіргізіп жібересіңдер, ол жерде айқайлап жатқан, әр жерде толғатып жатқан, бақырып жатқан әйелдерді көрген мезгілде әйел одан сайын стресс болады. Сол себепті оның
мал да сондай. Ол стресс болмау үшін оған жағдай жасау керек. Оған тыныштық керек, бөлме керек.